Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздерге қазақ әдебиетінің үлкен туындысының бірі Қабдеш жұмаділовтің академиктің көз жасы шығармасына толық әрі терең талдау жүргізетін боламын. Бұл шығарма тек бір адамның тағдыры туралы емес, бұл жалпы біртұтас қазақ халықтың бастан кешкен зардабы деп те айта аламыз. Оның рухани жарасы және ғылым мен адамгершілік арасындағы мәңгілік күрес туралы берілген туынды. Бұл видео барысында мен сізге шығарманың тарихи кезеңін, негізгі идеясын, басты кейіпкерлерінің философиясының және де көтерілген мәселелер, автордың көзқарасын және де әрине әдемі көркем үзінділер туралы айтып беремін. Бірінші бөлім ол шығарма қамтыған тарихи кезең. Ең алдымен академиктің көз жасы ол қандай тарихи дәуірге қатысты жазылған туралы айтайық. Бұл шығарма бізді 1930 жылдардың басынан бастап 1950-60 жылдарға дейінгі күрделі кезеңге апарады. Бұл қазақ халқына өте ауыр тиген дәуірлердің бірі деп те айта аламыз. Себебі сол жылдары ашаршылық, содан кейінгі репрессияға ұшыраған, ұлтшыл деп көп ғалымдар мен алаш зиялылар сияқты зияткерлер мен қайраткерлерді қуғынға ұшыраған. Біріншіден, ол 1931-30 жылдардағы ашаршылық кезеңі. Бұл қазақ тарихындағы ең сұмдық трагедиялардың бірі. Себебі Голощекиннің кіші қазан саясаты қазақ даласын ойрандап, ауыр шаруашылығын күйретті, мал шаруашылығын қырылып, халықты аштыққа ұшырады. Сол кезде 40 миллионнан 4,5 миллионға дейін мал қырылды. Шығармадағы бұл ашаршылық ол академиктің, яғни Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың бала кезіндегі көрінісіне тап болады. Осы ауыр кезеңді осы үзіндімен сипаттауға болады. Қар қалың жауған сайын, ауыл үнсіздікке батып, әр тән сайын бір үйдің түтіні сөніп қалатын. Бұл тынымсыз өлімнің белгісі еді. Бұл қазақ даласының жан дауысы. Бұл үзіндіден біз сол кездегі академиктің сол ашаршылық кезіндегі өз ой тұлғанында қалып қойған бір проблема деп те айтуға болады. Келесі ол саяси қуғын сүргін жылдары. Яғни сол ашаршылық кезеңнен кейінгі келесі тақырыбымыз осы болады. Халықтың ең саналы бөлігі, яғни зиялылар, мұғалімдер, ақын жазушылар, ғалымдар қуғындалып, кейбіреулері атылып, кейбіреулері айдалып кетті. Шығармада бұл кезең тікелей суреттелмесе де, кейіпкерлердің мінезі, трагедиясы, үні дәл сол дәуірдің жемісі. Келесі ол ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдар. Академиктің жастық шағы соғыс жылдарымен тұспа-тұс келеді. Яғни соғыс тек майданда ғана емес, ауылда қалған әйелдер мен балалардың да рухын сындырады. Ұлы отан соғысы кезінде көптеген ауылдарда қалған әйелдер мен балалар да ашаршылыққа, одан қалған өздерінің жарларынан соғысқа кетіп қалған, өлім сүрімге ұшыраған көптеген
соған алып келетін үзінділерді тауып алуға болады. Және де төртіншіден, ол 50-60 жылдар ғылымның саясатқа тәуелді кезеңі. Академиктің нағыз азамат ретінде қалыптасуы осы кезеңде байқалады. Ғалым үшін ең ауыр кезең ол шындық айтуға болмайтын уақыт, яғни сол кездегі шындық үшін атылып немесе қуғындалуға дейінге баруға болатын кезең. Келесі бөлім ол шығарманың негізгі идеясы. Шығарманың негізгі идеясы адам тағдыры мен тарих тағдырының біртұтас болуы. Қабдеш Жұмаділов бұл шығармасында бірнеше үлкен мәселелерді көтереді. Біріншіден, ол адам және тарих. Тарих жеке адамдардың тағдыры арқылы жасалады. Академиктің өмірі сол кезеңнің айнасы. Келесі, ол зияткер және билік. Зияткер бейтарап бола алмайды. Сондықтан сен немесе шындықты айтасың, немесе сол саясатқа бағынып үндемей қаласың. Ал біздің тақырыпта, біздің шығармада академик, яғни Қаныш Сәтпаев шындықты таңдаған адам. Келесі, ол адамгершілік пен ар-ұят. Қиындық көп болған кезінде адам ішінде екі жол болды. Сен немесе шындық үшін күресесің, немесе билікке бағынасың. Бұл жерде де академик бірінші жолды таңдап, көбінесе сол шығармадағы үзінділерден оның шындыққа ұмтылғанын байқауға болады. Жат пен ұмытшақтық, яғни автор тарихты ұмытқан халық қайтадан сол қателікті қайталайды деген ойды жеткізеді. Келесі бөлім, келесі сұрақ ол басты кейіпкерлер. Басты кейіпкерлер, яғни ең біріншіден ол академик, яғни Қаныш Имантайұлы Сәтпаев, ол нағыз зияткердің символы. Талантты ғалым, шыншыл және принципті, көп таршылық көрген, ішкі трагедияға толы, өз халқына адал адам. Оның ғылымға деген адалдығы халыққа деген адалдығымен тең. Академиктің жылауы ол әлсіздік емес, бұл шығармадағы жылау қорқақтық емес, яғни тарихтың ауырлығын жүрекпен сезіну, яғни тарихтың ауырлығын академик арқылы бізге жеткізген Қабдеш Жұмаділовтің кейіпкері. Бір үзіндіні айтсақ, бұл көз жасы әлсіздік емес, бұл тарихтың жүректі ойып өткен сәттерінің белгісі деп жазып жіберген. Келесі кейіпкер ол Таисия, Мәскеуден келген ғалым әйел және де академиктің жары. Ол екі дүниетанымның қақтығысы, яғни орталықтың өкілі, кеңестік жүйеге сенетін адам және де ғылымды саясаттан жоғары қоя алмайтын тұлға. Онымен Сәтпаевтың диалогтары өте маңызды философиялық деңгейде жазылған. Яғни Таисия, сіз бұл жерде өзіңізді жоясыз, Мәскеу сізге қанат береді десе, академик, менің халқым осында, шындықта осында деп айтқан. Яғни бұл диалогтар шығарманың өзегі. Бұл диалогтар арқылы бізге екі кейіпкерді екі тұстанда аша білген. Келесі бөлім ол шығармадағы философиялық деңгей. Шығармада көптеген терең идеялар бар. Алдымен ол тарихтан қашып құтыла алмайсың. Яғни әр ұлт өзінің өткенімен өмір сүреді. Өзінің тарихын білмейсің, жаңа болашақ құра алмайсың. Екіншіден ол ғылымның да ар-ожданы болады. Ғалым ол тек зерттеуші емес, ол қоғамның айнасы. Келесі ол ұлттық жады, ұлттың жүрегі. Халықтың тарихын білмеу, тамырсыз болу. Және де адамның ішкі еркіндігі. Тіпті тоталитарлы жүйеде де адам рухани еркін бола алады.
сондай философиялық ойлар, мен ойымша осындай философиялық ойларды бізге қабдеш жұмаділов жеткізгісі келді. Келесі ол шығармадағы салт дәстүрлер мен қазақ руханияты. Академиктің көз жасы салт дәстүрді тікелей сипаттайтын этнографиялық шығарма емес, бірақ оның өзегінде қазақ мәдениетінің рухы, дәстүрдің көрінбейтін желісі өте терең жатыр. Автор салттарды ашық көрсетпей, оларды кейіпкерлердің ойлауына, мінезіне, қарым-қатынасына, бір-бірімен диалогтардың ішіне табиғи түрде өрбітіп салып қойған. Бұл қабдеш жұмаділовтің стилінің негізгі ерекшелігі. Осы бөлімде біз шығармада көрінетін рухани мәдени қабаттарды, қазаққа тән дәстүрлердің көріністерін талдаймыз. Біріншіден ол қазақтың қонақжайлылық дәстүрі. Шығармада бірнеше эпизодта қонаққа деген ерекше құрмет сезіледі. Академик қайда бармаса да, адамдар оған төрден орын алып қойып, асты мол қылып жайып береді. Және де қош келдіңіз деп жылы шырай танытады. Бұл жай ғана сыйластық емес, бұл біздің қазақы менталитеттің өзегі, біздің қазақи менталитеттің айнасы деп ойлаймын. Және де қонаққа жағдай жасау ол халқымызда мәртебе, ізгілік, тектіліктің белгісі. Академиктің өзі де қонақжай адам. Ол Таисияны қарсы алуында, ауыл адамдарымен амандасуында осы дәстүрлер байқалады. Келесі ол ата-баба рухына, тектілікке құрмет. Яғни академиктің монологтарында және де естеліктерінде біз ата-бабана жолының, олардың көрген қиындықтарын жиі еске алынады. Бұл жай ғана өткенді сағыну емес, бұл қазақтың ежелгі дүниетанымы. Өткенді білмей, бүгінді түсіне алмайсың. Яғни сенің болашағың тікелей сен тарихымен байланысты. Академикте де дәл солай халықтың тегі, тарихын, бұрынғы күресін, өткен өзінің өмірлік ұстанымына айналдырып, болашақта соны қолданып, өзінен өмір жолын жазады. Оның ғылымға баруына, осы шындықты іздеуіне өзек болған деп ойлаймын. Бұл дәстүрлер белгілі бір салт дәстүрді түрінде көрсетілмесе де, шығарманың бүкіл атмосферасын ұстап тұрған іргетас. Келесі ол табиғатпен үйлесімді өмір сүру. Ол көшпелілік адамдардың коды. Шығармада табиғат өте жиі көрінеді. Яғни қардың қалың жауы, желдің өкпек өтуі, даланың тыныштығы, қыстың қаһары, көктемнің оянуы. Автор табиғатты жай фон ретінде қолданбайды. Ол қазақтың жан әлемін ашатын тірі кейіпкерлер ретінде қарастырып, сол сезондар арқылы бізді сол шығарманың ішіне еліктейді. Көшпелі халық үшін табиғат ол тіршіліктің бұлағы, тағдырдың белгісі ретінде қабылдауға болады. Академиктің де дүниетанымындағы тереңдік, сабыр, жан тыныштығы сол рухани табиғатпен етене болудан пайда болған мәдени код. Төртіншіден ол халық ауыз әдебиеті және даналық сөздер. Шығармада жиі кездесетін мақал-мәтелдер, нақыл сөздер, шешендік оралымдар қазақтың ауыз әдебиетіндегі дәстүрдің жалғасы. Академик кейде өз ойларын дәл жеткізу үшін тіпті Таисиямен пікір таласса да, ұлттық нақыштағы ой түйіндерді қолданады. Бұл қазақтың сөз өнеріне деген құрметтің белгісі, және де Қаныш Сәтбаевтың сөздік қорының белгісі. Мысалы, академиктің бір ойы: шындық әдемі болмауы мүмкін, бірақ ол мәңгілік деп айтқан. Бұл нағыз қазақи философия. Бесіншісі ол ұжымшылдық.
қазақ қоғамы ежелден коллективстік қоғам. Шығармада бұл бірнеше тұста көрінеді. Біріншіден ол ауыл болып ашаршылықтан аман қалуға тырысқан кезең. Яғни ашаршылық кезінде ауыл адамдары бір-біріне қол ұшын созуы, бір-біріне көмектесуі, бір-біріне қол ұшын созғанда жай ғана қарамай, ауыр күндерде қайғыны бірге көтеруге көмектесуі сол ұжымшылдықтың белгісі деп ойлаймын. Бір адамның жоғалтқанын бүкіл ауылдың жоғалтқанындай қабылдауы да бар. Академик осы дәстүрдің ішінде өскен адам. Оның бойындағы адамгершілік, өзін ұлт алдындағы жауапты сезінуі осы дәстүрдің жемісі. Келесі ол үнсіздік дәстүрі және ішкі мәдениет. Қазақ көшпелілерінде бір дәстүр бар. Ішкі қайғыны көп жарияламай үнсіз көтеру. Бұл туындыда өте көп қарастырылған және өте көп қолданылған деп ойлаймын. Себебі Таисия мен Қаныш Сәтбаевтың диалогтарында көбінесе Таисия оны алып кетіп, бір жаққа апарып, өзінің ойларында бөліссе, Қаныш Сәтбаев былай айтады: жоқ, қазақ шындық ол мен үшін басты, қазақ халқының, менің ұлтым мен үшін басты деп. Академиктің көз жасы дәл осы дәстүрдің символы. Яғни үнсіз қалу осы Қабдеш Жұмаділовтің басты тақырыбы деп ойлаймын. Ол бар қайғысын, тарихтың азабын, өткен ауырлығын айқаламайды, жұртқа шағымданбайды, тек үнсіз қабылдайды. Сондықтан да автор шығарманы осы атаумен атайды: академиктің көз жасы, халықтың үнсіз жылауы. Яғни шығармада салт дәстүрлер ашық түрде берілмесе де, осы мен берілген мысалдар арқылы байқауға болады деп ойлаймын. Келесі бөлім ұнаған сюжеттер мен үзінділерді талдау. Бұл бөлім видеода ең әсерлі болуы тиіс деп ойлаймын, себебі көрермендер нақты үзінділер мен эмоцияларға ішкі қуатын сезінеді. Бірінші үзінді ол ашаршылық туралы эпизод. Менің алған ашаршылық туралы эпизодым ол: сол қысты есіне алған сайын оның жүрегі мұздай салқындап кетеді. Ауыл біртіндеп тынып бара жатқан адам денелердің үйіне айналды. Әр таңертең бірнеше үйдің түтіні түгелімен сөніп қалатын. Бұл үзінді, яғни бұл жерде автор ашаршылықты тек тарихи факт ретінде емес, тірі адамның жүрегімен сезінетін трагедия ретінде көрсетеді. Көретін нәрсе ол түтіні өшкен үй, ол бір әулеттің үзілген ғұмыры деп түсінуге болады. Адамдардың үнсіз жойылып бара жатуы сол дәуірдің шын қасіреті. Автордың тілі өте поэтикалық, бірақ ауыр жеткізілген. Ол ашаршылықты құрғақ дерек қана емес, жан түршігерлік күнделікті көрініс ретінде көрсетеді. Бұл жолдарды оқығанда сен тарихты емес, тірі дауысты естігендей боласың. Алыстан қарағанда қар жамылған дала әдемі көрінуі мүмкін, бірақ сол қардың астында бүтін бір халықтың көз жасы жатқанын автор дәл сездіреді. Екінші үзінді ол Таисия мен академиктің диалогы, яғни Қаныш Имантайұлы Сәтбаев пен оның жарының диалогы. Үзінді ол: Таисия: сіз Мәскеуге барсаңыз танымал боласыз дейді. Ал академик: менің халқым осында, оның тарихы да осында. Бұл эпизод екі өркениеттің, екі дүниетанымның соқтығысы. Таисия ол орталықтың өкілі, ол үшін ғылым, мансап, бедел немесе жағдай. Ал академик ол ұлттық сананың өкілі,
ол үшін ғылым ол парыз, ол адалдық, ол жауапкершіліктің белгісі. Бұл диалогта тек екі адамның емес, метрополия мен отар елдің, биліктің ықпалы мен шындықты іздеудің күресі жатыр деп ойлаймын. Академиктің ішкі монологтары осы диалогтан кейін тереңдей түсінеді. Ол туған жердің топырағын, ата бабасының ізін, жойылып бара жатқан халық жадын сақтап қалуды өзінің басты миссиясы деп санайды. Таисия ол заманның дауысы, ал академик, яғни Қаныш Сәтбаев, ол тарихтың дауысы. Бірі оны Мәскеуге шақырады, бірі оны туған жерге байлайды. Бірақ шын ғалым үшін ұлттың тастап кету, ол өзін тастап кетумен тең. Яғни Қаныш Сәтбаев ол шындықты, адалдықты, жауапкершілікті өз бойына алып, бізге осы жолдар арқылы осыны Қабдеш Жұмаділов жеткізе білді. Және де соңғы үшінші үзінді ол академиктің соңғы ойлары және философиялық түйін. Үзінді бұл көз жас әлсіздік емес, бұл тарихтың өз салмағы. Бұл жолдар шығарманың кульминациясы, яғни ол ең соңындағы Қаныш Сәтбаевтың өзінің монологы, өзінің жас кезін есіне түсіру кезі. Бұл академиктің көз жасы қартаюдан немесе өмірден шаршаудан емес, ол жойылған буындардың, аштан өлген балалардың, атылып кеткен зиялылардың, адасқан ұрпақтың көз жасы. Яғни сол барлық жаман нәрселерді есіне түсіріп, көзін жапқанда көзінен жас ағатындай естеліктердің жинағы деп айта аламыз. Сол себепті бұл жеке адамның ғана емес, ұлттың көз жасы деп те айта аламыз. Автор осы жерде терең символ қолданады. Көз жасы тарихтың өзі, ал тарих ешқашан жоғалмайтын энергия. Академик жылайды, өйткені оның жүрегінде бір адамның емес, бір халықтың тағдыры жатыр. Ол архивте емес, министрде емес, саясаткерде емес, ол жай ғана шындық үшін күрескен қарапайым адам куәсі. Осы үш үзінді мен үшін өте жақсы үзінділер деп ойлаймын. Ол үш үзінді арқылы мен бұл кітапқа деген сезімім аша алдым. Келесі бөлім ол кітап оқығанда сезінген ойлар. Бұл бөлімде біз эмоциялар мен сезімдерге тоқталамыз. Негізгі менің сезімдерім ол қайғы және күйзеліс, яғни кітаптың басында ашаршылық эпизодтарында ашаршылықты суреттеген және оқырман ретінде мүлде жай қалдырмайды. Әр жол адамның үні, әр деталь ол бір отбасының трагедиясы. Қар астында қалған ауылды оқығанда мен тарих оқып отырған жоқпын, тірі адамның көзінен көріп тұрғандай болдым деп айта аламын. Тағы да бір айта кететін нәрсе ол Таисия мен академик диалогтарындағы туған ойлар. Бұл эпизодтарда ғылым деген не, азаматтық деген не екенін қайта біле аламыз. Қайсысы маңызды, мансап па әлде парыз ба? Және де академиктің соңғы монологында біз бір сұраққа келеміз. Тарихты кім сақтайды? Архив пе әлде жүрек пе? Шығармада тарихты жүрек сақтайды деген қорытындыға келуге болады. Және де бұл сезімдерді Қабдеш Жұмаділов өте жақсы жеткізе алды. Келесі сұрақ ол неге бұл кітапты басқаларға ұсынуға болады? Сен кімге ұсынар едің? Біріншіден, өйткені ол бізді өз тарихымызбен беттестіреді. Бұл шығарма ешқандай жалаң патриотизммен емес, нақты адами сезіммен көрсетеді.
Тарих ол жай ғана сандар емес, ол тірі дағдылар. Бұл кітап адамның ішкі беріктігі туралы. Академиктің өмірі, яғни Қаныш Сәтпаевтың, біз үшін үлгі. Қиындыққа мойымады, шындықтан қашпады, халқынан жауапкершілігі болды, халқынан безбеді. Қазіргі жастарға ең керегі осындай рухани тірек. Бұл шығарма көркем тілдің үлгісі. Қабдеш Жұмаділов өз стилімен, поэзия мен проза, тарих пен психология жағынан деректерді трагедия мен философиялық ойды бір арнаға қосып жинағаны және де бізге осы жазған арқылы берген үшін мен осы кітапты ұсына аламын. Бұл қазақ әдебиетінің нағыз алтын қорына қосылатын дүниелердің бірі деп айта аламын. Бұл кітап оқырманмен сөйлесе алатын сирек кітаптарының бірі. Ол сен қолында, жай ғана қолында емес, сенің жанында өмір сүретін кітаптардың бірі. Енді бір қорытындылай келе, шығарма болмасын, қандай шығарма болмасын, оның ең соңғы әсері ол қорытынды сөзде қалады. Академиктің көз жасы атты шығарманы зерделей отырып, мен бір нәрсеге анық көз жеткіздім. Бұл тек әдеби туынды емес, бұл біздің ұлттық жанымыздың бір бөлшегі. Бұл кітаптың әр беті сыдырылған парақ емес, бір адамның тағдыры ғана емес, бүтін бір халықтың жүрегіндегі шаншу. Ашаршылық, қуғын сүргін, үзілген тағдырлар біз кейде жай дерек ретінде қарайтын оқиғалар, бірақ автор оларды адам тағдыры деңгейінде көрсетеді. Сол себепті бұл шығарманы оқығанда сен енді тарихты емес, тарихтың ішінде қалған адамды көресің. Академиктің өмір жолына көз салсақ, оның басынан өткен әрбір сынақ жеке драмадан гөрі үлкен рухани миссияға айналған. Ол ғылым үшін өмір сүрді, бірақ ең алдымен шындық үшін өмір сүрді деп айта аламыз. Ол үшін мансап емес, халық алдындағы парыз бірінші орында тұрды. Бұл қазіргі кез келген оқырманға үлгі бола алатын ең терең нәрсе. Шығарма бізге бірнеше маңызды сұрақ тастайды деп ойлаймын. Ең алдымен ол тарих дегеніміз не? Ақиқат дегеніміз не? Адам өз жолында таңдағанда нені бірінші орынға қоюы керек? Мансап па, қауіпсіздік пе, әлде парыз ба? Академиктің таңдауы ол жауаптың ең анық моделі. Ол қиындық көрді, қауіп көрді, қысым көрді, өз өмірінде көптеген нәрселерге бұл Қабдеш Жұмаділовтің академиктің көз жасына тоқталсақ, ол көптеген нәрселерге тап болды, бірақ та сынбай, бір нәрседен айнымады. Ол өзінің халқының тарихын, жоғалған үнін, үнсіз қалған зияткерлердің рухын сақтап қалуға тырысты. Сол үшін оның көз жасы әлсіздік емес, бұл ар тазалығының белгісі, бұл жүректің шынайы батылдығы. Шығарманың соңына жеткен адам бір нәрсені анық түсінеді. Мен кітапты оқып болғаннан кейін осы нәрсеге келдім. Тарих ол тек қана даталар емес, және де құжаттар ғана емес. Тарих ол адамның жанында, ол жүректе сақталады, өмір сүреді. Егер жүректердегі шындық өшсе, ең бай архивтінде мәні қалмайды. Яғни сен жай ғана даталарды жаттап, жай ғана даталармен, осы тарихты даталарды жаттап арқылы білсен, және де ол үшін жүрегін ашымаса, ол сен үшін керек емес деп ойлаймын. Және де бұл Қабдеш Жұмаділовтің академиктің көз жасы мен үшін осы нәрсені ашты. Соған қоса, академиктің көз жасы бізді өзі өмір сүрген кезеңдермен ғана таныстырып қоймайды. Бұл шығарма бізді өз өзімізге қайта қарауға мәжбүрлейді. Біз кімбіз? Қандай тарихты арқалап жүрміз? Өткеннің ауыр сабақтарынан қандай болашақ құра аламыз? Яғни мен үшін бұл болашақпен әрі де
тарихты байланыстыратын туынды деп те айта аламын. Ең маңыздысы, автор бізге бір үлкен ой тастайды. Егер өткенді түсінбесек, болашақ та түсініксіз болады. Өткенді есте сақтау бұл жай құрмет емес, бұл жауапкершілік. Сондықтан да бұл кітапты оқу тарихты білу үшін емес, тарихи сана ояту үшін қажет. Әр оқырман бұл туындыны оқып болған соң, яғни әр оқырман осы мен сияқты оқып болған соң бір сәтке тоқтап терең ойға шомады. Себебі шығарманың салмағы деректе емес, сезімде. Осы сезім біздің ұлттық санамызды қалыптастыратын ең бағалы нәрселердің бірі.